Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Тұрнияз Рамазан Қуатбайұлы. Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылындағы номері 1-ші жалпы білім беретін мектепте тарих пәні мұғалім болып қызмет атқарамын. Еңбек өтілім 5 жыл. Санатым педагог модератор. Және де тарих педагогика ғылымдарының магистрімін. Педагогикалық идеялар фестиваліне менің жобамның тақырыбы I History Lab, тарихты жасанды интеллект арқылы зерттеу зертханасы. Жобамның негізгі идеясы тарих пәнін оқытуда жасанды интеллект, ER, VR, цифрлық картография және де сторителлинг тәсілдерін біріктіріп, оқушыларды тарихшы деңгейіне көтеру. Идеяның негізгі мәні тарих тек оқулық емес, зерттеу алаңы. I History Lab модель арқылы оқушыларды тарихты тек оқымайды, оны зерттейді, модельдейді, картаға түсіреді, реконструкция жасайды. Бұл жоба оқушыны пассив тыңдаушыдан белсенді зерттеуші тұлғаға айналдырады. Жобамның мақсат міндетіне келетін болсақ, тарихты оқытуда заманауи технологияларды пайдалана отырып, оқушыны зерттеуші, талдаушы, сын тұрғысынан ойлайтын тұлға ретінде қалыптастыру. Осы мақсатқа жету үшін мынандай міндеттер қойылды. Оқушыларды ай құралдарын білім мақсатында қолдануға үйрету, тарихи оқиғаларды талдау мен салыстыру дағдыларын дамыту, цифрлық сауаттылықты арттыру, шығармашылық өнімдер, оның ішінде видео, подкаст, VR модельдерін шығару және соңғысы тарихи фактілерді ғылыми тілмен жеткізе алу. Жалпы идеяның басты жаңашылдығы жасанды интеграциясы, яғни оқушылар тарихи мәтіндер ай арқылы талдайды, деректерді салыстырады, гипотеза құрады. Ал ER-VR технологиясымен тарихи реконструкция жасап отырады. Оқушылар яғни 3D модель жасайды және де AR-VR форматына визуалдай алатын болады. Цифрлық сторителлинг, яғни оқушылар тарихи күннің хроникасы атты мини-фильмдер жасайды, подкаст, мини-журналдар дайындайтын болады. Ал локал тарих бұл өз өлкесінің тарихын зерттейтін болады. Яғни өлкеміздегі тарихи тұлғаларды немесе тарихи жерлерді зерттейтін болады. Жалпы біз өзіміздің осы жобамызды сіздерге таныстырғалы тұрмыз. Яғни бұл қазақ газеті. Бұл жобаны біздер зерде ғылыми жобаларда қорғап жүрміз, облыстық деңгейлерге де шығып жүрміз. Яғни бұл 1913 жылы шыққан алғашқы тұңғыш қазақ газеті Алаш партиясының, ал бұл 2023 жылы шыққан өзіміздің жасаған қазақ газетіміз. Яғни жаңа дизайндағы газет. Сәлем достар, бұл қазақ газеті. Бұл 1913 жылы шыққан қазақ газетінің жаңа заманауи нұсқасы. Бұл қазақ газетінің ерекшелігі, сіз осы қазақ газетін оқи отырып, QR код арқылы бейне ролик көріп, одан шынайы әсер аласыз. Және бұл қазақ газетін алатын болсаңыз, сізге қосымша алаш қайраткерлері бейнеленген ручка және жаңадан шыққан стикер, түрлі блокноттар және бұның бәрін салатын папка сыйлыққа беріледі. Енді бұл біздің мектебімізде, яғни осы газетті дайындайтын кабинетіміз. Бұл мектеп оқушыларымен осы қазақ газетін таныстыру туралы әртүрлі кештер ұйымдастырғанымыз, және де осы газетіміздің оқырмандары, мұғалімдер, дәрігерлер және де осы ауыл тұрғындары осы газетімізді оқыған болады. Ал бұл суретте газетіміздің дайындау процесі жүріп жатыр. Енді біздер осы газетімізді тек қана аудандық деңгейлерде, мектепшілік деңгейлерде ғана емес, ғаламтор беттеріне салып отырамыз. Яғни бұл Instagram, YouTube парақшаларымызға осы қазақ газет туралы ақпараттар салып отырамыз. Соның біреуін көрсетіп жіберейін сіздерге. Яғни бұл видеода біздің қазақ газетіміздің жасалу процесі көрсетілген. Келесі бізде Салтанат Әлжанов. Бұл Салтанат Әлжанов, яғни біз мана айтып кеттік, өлкемізді, ұлы тұлғаларымызды, тарихи жерлерімізді зерттейміз. Яғни бұл Маңғыстау өлкесінен шыққан, яғни Маңғыстау өлкесіндегі Форт елді мекенінен шыққан Салтанат Әлжанов деген кісі. Бұл яғни қазақ балаларын оқуға, білімге шақырған зиялы тұлғамыз. Яғни бұл 1938 жылы осы
КСР-ның салғы саясаты кесірінен ату жазасына кесілген болатын. Біз осы кісіне зерттеу жүргіздік, яғни бұл жасанды интеллект арқылы біздің өтетін жолымыз, яғни Құрық ауылынан Форт елді мекеніне баратын маршрутымыз. Одан кейін біз сол Форт елді мекеніне барып, салтанаттың бұрын қызмет еткен мешітті қазірге дейін магазин жасап берген, магазин өздірген, одан кейінірек жабылып қалған. Және сол жерге барып зерттеу жұмыстарын жүргіздік, және Салтанат Әлжановтың зиратына барып Құран бағыштап кеткен болатынбыз. Келесі, біздер тарихи қойнауында жасырын есімдер атты мектепте әртүрлі кештер ұйымдастырдық, және де QR-код ойындарын, оның дөңгелек үстелдер оқушылармен ұйымдастырған болатынбыз. Және де біз осы Салтанат Әлжановты тек қана аудан көлемінде ғана емес, облыс көлемінде танытып жүрміз. Жаңаөзен қаласындағы Алаш және түрік шежіресі конференциясында таныстырып өттім, және де Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевтың жас ғалым сайысында 1 миллион теңге гранттық жобасын жеңіп алған болатынмын. Яғни бұл слайдта біз мана айтып кеттік, подкаст видеосын түсіреміз деп, яғни Салтанат Әлжановтың тікелей ұрпағы Кенжебек Сержанұлымен түсірген подкаст видеомыз. Яғни бұл слайдта біз Салтанат Әлжановтың суретін Tripod 3D платформасы арқылы суретін 3D суретке айналдырған болатынбыз. Яғни бұл 3D суретке айналдырғаннан кейін біздер 3D принтер арқылы Салтанат Әлжановтың макетін жасақтап жатырған сәтіміз. Яғни бұл компьютердегі көріністері. Одан кейін макет дайын болып, оны бояуға дайындап жатырған кезіміз. Мінекей біздің осындай екі макетіміз дайын болған сәт. Яғни бұл Салтанат Әлжановтың суреті, біздер оны 3D суретке айналдырып, оны 3D принтермен осындай керемет екі макет жасап шыққан болатынбыз. Және де бұл Салтанат Әлжановтың бұрын қызмет еткен мешіті, соның біздер жаңа макетін жасадық. Одан кейін магазин болып өзгерді деп айтып кеттік, соның да макетін жасаған болатынбыз. Одан кейін біздер осы тарих қойнауында жасырын есімдер атты ұлттық саябақ ашсақ деген пікіріміз бар, ұсынысымыз бар. Яғни осы саябақ арқылы аты аталмай кеткен тұлғаларымызды есімдерін стенд арқылы көрсеткіміз келеді. Бұны да біздер 3D макетпен жасаған болатынбыз. Және де бұл тарих қойнауында жасырын есімдер атты ұлттық мұражай ашқымыз келеді. Оның ішінде, ішкі көріністерінде кітапхана залы, кино театр залы және де көрме бөлмелері көрсетілген. Яғни бұл макеттің жасалып жатырған көрінісі. Яғни мұражай макетінің жасалып жатқан көрінісі. Осымен біздің, яғни менің педагогик идея фестиваліне ұсынатын жобам осындай, яғни біздер осындай жобалар, керемет жобалар ұйымдастырып жатырмыз.